Сәлеметсіздер ме, құрметті акимат пайдаланушылары. Бюджеттік паспортты акимат арқылы қалай жасауға болады? Ол үшін акиматқа кіріп, ең алдымен өзіміздің свод деген запрос планирования, бюджетный запрос ішінде свод деген раздел бар. Осының ішінде 2027-2029 осы жыл аралығына мен қазір бюджеттік паспорт жасап көрсетемін. Мысал ретінде Жаңаөзен қаласының бір мекемесін алып көрсетейін. Бұл мекемеде тек қана бірінші бағдарлама бар екен 27 жылға. Енді осы бірінші бағдарламаға біз бюджеттік паспортты қалай жасаймыз? Ол үшін осы бюджетный запросы деген жерде, мен экранда көрсетіп тұрған жерде бюджетная программа деген бар. Осы бюджетная программа таңдаймыз. Сосын бізде ол ашылған соң фильтрға кіріп, плановый период деген жерге 27-29 жыл аралығын қоямыз. Өзімізді мекемені таңдаймыз, потом открыть дегенді басамыз. Сосын барып, кнопка добавить деген шығады. Бізде оң жақта көк кнопка бар, добавить деген осыны басамыз. Мына жерде бағдарламалардың барлығы шығып тұр. Маған керегі бірінші бағдарлама. Оны таңдап, добавить деп басам. Инфо панельді жауып тастауға болады, экранның размерін кеңейту үшін. Енді бұл жерде бізде не бар? Основные сведения бар, показатели бар, және описание влияния заявленного и финансирования бар. Мен ең алдымен осы бірінші основные сведениеден бастаймын. Ол үшін маған нормативная правовая основа керек. НПА. Демек, мен НПА-ларды осы жерден таңдаймын. Менде әзірше ешқандай НПА жоқ, сондықтан да осы жаққа ең алдымен өзіме керек, мысалға, бюджетный кодекс. Кез келген ішіндегі сөз жазамыз, сосын барып, ол бізде іздеп бастайды. Мінекей, менде кодекс деген сөз барлық жердің барлығы шығып тұр. Бюджетный кодекстің ең соңғысы, актуалдысы, ол 15 наурыздағы 2025 жылға. Оны таңдаймын. Сосын барып, өзіме керек басқа да НПА-ларды таңдаймын. Оны біз өзіміз білу керекпіз. Егер бірінші бағдарлама бойынша біз осы WhatsApp группаларды жібердік. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде өте көптеген НПА-лар таңдалған. Осылардың барлығын таңдап шығу керек. Мен қазір бюджетный кодекс алдым. Енді барлығын көрсетпей қойын, уақыт алады. Мысалға, о государственной службе деген бар екен. Оны да іздеп көруге болады. О государственной службе РК шығып тұр. Демек, НПА-ларды осы жерден біз таңдай аламыз. Егер де керек НПА шықпай жатса, оны бізге айтыңыздар, біз оны қосып береміз. Әрмен қарай, вид бюджетной программы деген жерге біз өзіміз Жаңаөзен қаласы болғандықтан, ол бізде аудан және қала ретінде 0,3 болады. В зависимости от содержания. Бұл жерде менде 0,1 болады. Енді бұны біз әрқайсысын айтып отырсам, уақыт көп кетеді. Әзірше енді 0,1 таңдай беріңіздер. Описание бюджетной программы, обоснование. Бұл бізде қазақша, орысша болу керек. Біз оны тоже WhatsApp группасын жібердік. Осындай Excel документтерге келіп түсті. Осы Excel документтің ішінде АПП деген жерде өзімізге керек АПП-ны қоямыз. Мысалға, мен 454 АПП-ны іздеп таптым. Бюджетная программа деген жерде міне бірінші деп тұр. Описание деген жерде мінекей орысшасы бізде дайын тұр. Осы описаниені алып, оң жақ мышканы басып, копировайтты басып, акиматқа кіріп, вставить ету керек. Оны біз енді қазақшасын жазамыз осы жаққа. Мысалға, переводчик қолдануға болады. Яндекс переводчикті осы дұрыс аударады, және де көптеген сөзді аударып береді бірден. Міне осы поискқа орысшаны қойдым, қазақшаны алдым. Енді бұл орысшадан қазақшаға аудару, бұл бәрімізге белгілі қалай істелуге болатыны. Әрмен қарай, цель бюджетной программы. Ол бізде автоматты түрде өзі шығады. Егер де шықпай жатса, группаға жазыңыздар, жауап береміз. Не үшін шықпай жатқан туралы. Қарасаңыздар, менде мынау сводтағы жаңағы көрсеткен суммалар, мысалға 2027 жылы 97-740, ол менде плановый период деген жерге өзі автоматтан тартылып тұр. Демек, бұның барлығын қолмен жазып уақытты құртпаймыз. Бұның барлығы бізде өзіміздің прогноздағы данный бюджетный запростан тартылып тұр. 2026-2025 суммалары бар. Енді біз бірінші бетті біттік. Данные сохранены. Әрмен қарай, ең күрделі, ең маңыздысы бұл бізде показатели. Показателиді басқан кезде бізде по умолчанию қазір 11-ші подпрограмма шығып тұр. Бірақтан біз өзімізге керек жергілікті бюджетті таңдаймыз. Әрмен қарай добавить ППР.
ppr дегеніміз ол бізде показатель прямого результата. ppr-ді қосамыз. Бұл бізде проект немесе іс-шара, мероприятие сұрап тұр. Мінекей іздейміз. Демек бізде бірінші бағдарлама бойынша қандай проект болады, және қандай мероприятие болады. Ол да бізде жаңағы Excel документ ішінде осы мына жерде мероприятие деген жерде жазылып тұр. Содержание, обеспечение деятельности аппарата. Осыны поискқа жазсақ, бізде ол бар. Осыны тауып ок дегенді басамыз. Егерде сіздерге керегі мүлдем жоқ болып жатса, онда өздеріңіз жасыл кнопканы басып, орысша, қазақша қатесіз жазып, қосып қойсаңыздар болады. Оны басқа адамдар да пайдаланса болады, мен қарай. Енді, содержание бізде қосылды. Енді мен показатель деген жерге, мына жерге енді мысалға, бұл да бізде Excel'де бар. Мысалға, штатная численность. Адам госслужащих. Осыны аламын. Поискқа жазам, шығып тұр. Демек, менде қанша госслужащий қызметкерлер бар, солардың саны мен осы жақта көрсететін боламын. Мысалға, 2025 жылы менде 3 адам, 2026-да 3 адам, 27, 28 барлығында 3 адамнан өзгермейді. 3 адам менде госслужащий. Жазып шығамыз барлығын. 3 деп. Конечный результат деген ол бізде обеспечение деятельности өзі шығады. Мынау конечный результат бұл бізде автоматты түрде өзі шығып тұрады. Егер де шықпай тұрса, демек оны да бізге группаға жазыңыздар, неге шықпай тұр деп жауап береміз. Көргендеріңіздей госслужащийларды қостым. Енді тағы да менде Астана техникалық қызметкерлерді қосу керек. Және де мынау 144-тен бастап 159-ға шейінгі шығындар, демек адам расходтар, хозяйственный расходтар, оларды да мен қосу керекпін. 3 нүкте добавить. Көрдіңіздер ғой, 3 нүктені басып добавить етеміз. Осы мероприятие өзгермейді. Бір мероприятияның ішінде бізде несколько показатель болады. Мінекей, енді мына жаққа мен госслужащийларды емес, штатная численность, техникалық қызметкерлер көрсетемін. Міне, штатная численность технического персонала. Окты басам, тағы да конечный результатты жазам. 2027 жыл менде 5 адам, өзгермейтін 5 адам сол менде жылдан жылға келе береді. Егерде орнынан басқа адам жұмысына шықса, біз вакансия қосамыз. Демек бізде өзгермейді штаттық жаңағы адамдардың сандары. Енді әрмен қарай. Үшіншісіне тура осы мероприятияны аламыз, қоямыз, таңдаймыз. Ок. Үшіншісіне менде административные, хозяйственные расходы жазамын. Таңдаймын автоматты түрде. Енді мен калькулятормен 144-тен бастап, міне 25 жылында суммасы бар менде, 26-да суммасы бар, 27-ден 29-ға дейін. Осылардың барлығының суммасын алып, мен 1.903-тен бастап, мынау 151-ші оплата ком услуганы қосамын. Оплата услуги связи оны да қосамын. 158 941 мың теңге, оны да қосам. 45 миллион теңге менде ең үлкен сумма, бұл бізде оплата прочих услуг. 159-шы специфика. 161 командировканың ақшасын қоспаймын, керек емес. Түсініңіздер ғой. Демек біз 111-ден бастап жалақыға қатысты налогтар, мінекей, жұмысшылардың налогтары, 161 командировканың ақшасы, 136 болсын, оларды 135, оларды қоспаймыз. Тек қана өзіміздің хозяйственный расходтарды ғана 144, 149 солардың суммасын алып қосып шығамыз. 27 жылы менде ол 53 миллион болды. Осылай басқа да спецификалардың суммаларын қосып шығуға болады. Әзірше мен енді сақтап қойайын. Сақталды. Жаңағы командировочный расходтар, оны да қосуға болады. Мына жақта қараңыздар. Мен қазір бірден көрсетейін барлығын. Бізде бірінші бағдарламада өзі 4 мероприятие болады обычно. 4-еудің 3-еуі адам сандарына қатысты. Средний годовой командируемых человек дейді. Тіпті мінекей зарубежный шет елге шығатын командировка да бар. Ол бізде зарубежный командировки. Ал ішкі Қазақстан ішіндегілер ол бізде просто командируемых человек деген бар. Окты басамыз, человек деп шығып тұр, единица измерения. Қалғандарында единица деп тұрады, ішін кетпейді, осылай тұра берсін. Қанша адам менде жылда командировка шығады? Мысалға 2 адам. Жыл сайын 2 адам среднем командировка шығады. Все, болды. Сақтаймыз. Сақтап болған соң, енді 15-ші бағдарлама бітті. 11-ші бағдарлама бар болса, республиканский бюджет, оны да толтырасыздар. Описанияға жазудың қажеті жоқ, әзірше ештеңе, негізі жазсаңыздар да болады, қазақшасын, орысшасын
описание не үшін екенін жаңағы шығындардың. Енді показатели менде бітті, бірақ бұл жерде менде қазір ең маңыздысы расходы деген бар. Қараңыздар, бағанағы мероприятие менде егер мына жерде төртеуі де бірдей болса, демек мына жақта ол бір ғана строкамен тұратын болады. Егер де басқаша қоссам, мысалға мероприятиемен басқаша қоссам, мысалға енді так кез келген таңдай салайын сіздерге көрсету үшін. Мына жаққа мысалға бір деймін, сақтаймын. Так, енді так қазір менде конечный результат таңдалмағандықтан сақталмады. Сақталды. Енді расходыға барамыз. Көріп тұрғандарыңыздай возмещение расходов шығып тұр. Демек, менде показатель прямого результата түрі екі түрлі болса, біреуі содержание, екіншісі возмещение. Демек, менде расходы жақта тура солай шығып тұрады. Бірақ менде тек қана содержание, обеспечение деятельности ғана бар. Бірінші бағдарлама бойынша. Басқа шығын жоқ. Демек, мен енді өзімнің основной сведениядағы жалпы расходты аламын да. Өйткені бізде мына жақта көріп тұрғандарыңыздай бірінші бағдарламаның жалпы сомасы ол 97 миллион теңге ғой 2027 жылы. Мен соны алып, показатель ішіндегі расходыда 2027 жылы көрсетуім керек. 28 жылда да солай көрсетуім керек. Мен оны своттан алам, немесе основной сведения аламын. Разница жоқ. Так, 27-29 бітті. Так, 25 жылы 84 миллион теңге. Оны да алып қоямын. 26 жылғы сумманы да алып қоямын. Демек, біз не істедік? Біз показательді ППР, показатель прямого результата. Осыны толтырдық. Мероприятияның атын және де жаңағыдай показатель ППР, жаңағы единица измерения, бұның барлығы бізде мына біздің сіздерге дайындап берген Excel документте бар. Біз бұның барлығын WhatsApp группаларда жібердік. Якимат районы, Маңғыстау, тағы да басқа группалар бар. Қай группада барсыз, солардың барлығында біз жібереміз оның барлығын. Так, жаңағы мынау бірінші бағдарламаға қатысты қандай НП-лар бұны да біз группаға жібердік. Егер де бізде жаңағыдай НП-ларды біз білсек, қай бағдарлама бойынша біз оны жіберіп отырамыз. Егер білмесеңіздер, өздеріңіздің коллегаларыңыздан сұраңыздар, ізденіп көріңіздер, менде қандай НП-лар болады деп. Мысалға, бірінші бағдарламадан басқа да бағдарламалар көп қой, олардың НП-лары басқаша болуы мүмкін. Енді показательдағы расходыды бітірдік. Енді сохранить басам, данные сохранены. Барлығы біткен соң біз не істейміз? Біз действие деген мінекей кнопканы басамыз. Отправить на рассмотрение. Біз өзіміздің жоғарыдағы экономика басқармасына жібереміз мақұлдауға. Ол кісілер бізде өздері тексеріп, әрмен қарай мақұлдап, өздері шешімдерін шығарады, сіздерге айтады. Тіпті продолжить, мен жіберемін. Болды. Енді выйти басам, статусы на рассмотрение управления экономики и бюджетных программ. Немесе отдел экономики и бюджетных программ. Бітті осымен. Бірінші бағдарламаның бюджеттік паспорты осымен болды.